Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді жұмсақ шелпектер дайындайтын боламыз. Соңына дейін қарап, видеоны менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы 1 стакан сүт құямыз. 1 стакан жылы су құямыз. 10 грамдай ашытқы салып, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант саламыз, 1 жұмыртқаны салып жарамыз. Үстіне 1 ас қасықтай майонезді салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды біртіндеп салып, ең алдымен қасықтың көмегімен араластырамыз. Содан соң екінші бөлігін ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан соң үстіне 1 ас қасықтай күнбағыс майын құйып, жақсылап тағы да ысып аламыз. Сонда қамыр қолға да жабыспайды және ыдысқа да жабыспайтын болады. Енді үстін бүркеп 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Нанымыз жақсы көтерілуі керек. Уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды және ыдысқа да жабыспады. 7 бөлікке бөліп аламыз да, оқтаудың көмегімен шелпектерімізді ысып аламыз. Енді шелпектерімізді орташа отта қызартып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің шелпектеріміз сондай жұмсақ болып піскен. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар. Ас болсын.